сөзі бар. Бұл кісі айтады екен, енді мен қаншама 168 мемлекеттегі 10 миллионнан аса қаншама адамға осы мүмкіндікті көрсеттім. Енді мен өзім ойлаймын, ертең бұл дүниеде өткен кезде мен райға баратын шығамын деп, жұмаққа барамын деп ойлаймын дейді. Сол кезде мен пойыз самолетке мінсем, ешқашан шетіне отырмаймын дейді. Әбден ортасына отырып аламын дейді. Өйткені мына шетіндегі адамға бұрылып айтуым керек, мына шетіндегі адамға бұрылып айтуым керек. Ертең өйткені мен жұмаққа барған кезде алдымнан бір адам шығып, Рекс, маған неге бұл мүмкіндікті көрсетпедің деген мен сұрақтан қорқам дейді екен. Ендеше біз любой адамға осы мүмкіндікті әрқайсыңыз көрсетуіңіз керек. Ол адам бүгінгі күні сізді қабылдай ма, қабылдамай ма, ол сіз ауыртпасын, оған сіздің басыңыз ауырмасын. Ол главный мүмкіндікті көрсетеміз. Ендеше мына кісі 1978 жылы осы үлкен компанияның негізін қалап, бүгінгі күні 168 мемлекетке заңды түрде офис мен складтарын ашып отыр. Қазақстанға 2006 жылы келді, біздің Қазақстан тіркелді. Ал менің осы компанияда жүргеніме уже Қазақстанда 11 жыл, маған 10 жыл уақыт болды. Енді біздің компаниядағы өнімдер тек алойдан екен деп ойламаңыздар. Біздің компаниядағы 200-ден аса өнімге қосылатын шикізаттар, олар мына 4 түрлі шикізаттан тұрады. Бірінші, 90% алойдың ішкі таза сығындысынан алынады. Теңіздің астындағы бүкіл балықтардың, балтырлардың, шаянтәріздердің теңіз асты өнімдерінен алынады. Табиғатта өсетін 250-ден аса ең таңдаулы емдік шөптер қосылады. Және ана жерде ерекше мен айтып кетем, өйткені біздің компанияның Самаран деген үлкен экологиялық таза аймағында біздің компания ара шаруашылығын өсіреді, яғни ара өсіріп отыр. Содан алынған ең керемет өнімдеріміз прополис пен маточный молочкомыз бар екен. Енді өздеріңіз білесіздер, 168 мемлекетте тіркелгенде үлкен халықаралық тексеру ғылыми орталық құрылды. Сол тексеру ғылыми орталығы біздің өнімдерді тексере келе әрбір өнімнің сыртында тұрады. Мінекей, дәл анада тұрғандай бірінші алойдың сапасы өте жоғары деген белгі. Одан кейін бүкіл дүниежүзі мұсылмандар қауымдастығы біздің зерттеп, бізге халал сертификатын ұсынып отыр. Және бүкіл дүниежүзі еврейлер бізге кашер сертификатын ұсынып отыр. Және мына жердегі ерекше белгіге тоқталайық. Мынау біздің компаниямыз Рету әлемдік Рету қоғамына мүше. Рету деген не? Өздеріңіз білесіздер, жан-жануарларды қорғау ұйымын Рету деп айтамыз. Яғни кез келген жаңадан өнім шыққан кезде алғашқы өнімді жан-жануарға беріп тексеріп көреді. Бірақ біздің компанияның өнімнің сапалылығы сондай, жан-жануарларға емес, адамға бірден қолданғандықтан Рету ұйымы бізді мүшелікке қабылдады. Келесі, енді біздің алойдың табиғатта өздеріңіз білесіздер, 200-ден аса алойдың түрі бар екен. Сол 200-ден аса алойдың түрін біздің компаниямыз бір ғана түрін таңдап алды. Барбаренсис миллер деген, яғни нағыз алой. Алоэ вера дейміз. Неге осы түріне тоқталды? Дәл осы түрінде адам ағзасына пайдалы 300-ден аса қоректік зат табылған. Мысалы, енді 300-дің бәріне тоқталмай негізгілеріне. Мысалы, қараңыз, олар айтып отқан 22 амин қышқылы табылып тұр. Ал оның 18-і біздің ағзамыз, оның өздері жасап шығара алмайды деген. Сондықтан біз оны сырттан алуымыз керек. Келесі 12 витамин бар. В витамин түгел комплексі бар. Және бұнда бір ерекше витамин В12 бар екен. Қараңыздар, В12-ның ерекшелігіне аса мән беріңіздер. В12 деген витамин ол ешқандай өсімдіктерде кездеспейді. Ол жан-жануарлардың еті мен сүтінде ғана болады екен. Ал оның ерекше болатыны неде? Оның ерекше болатыны В12 витаминінде ешқайда кездеспейтін кобальт минералы болады. Ал кобальт минералы біздің жүйке жүйеміздің, нерв жүйелеріміздің жақсы қалыптасуына әсер етеді. Енді біздің құрамымызда мына қараңыздар, 20 минерал бар. Біздерде кез келген адамдағы буын аурулары, жаңағы сүйек буындардың ауруы неден? Моносахаридтер мен полисахаридтердің тізбектерінің бұзылуынан болады. Ендеше мынау соны қалыпқа келтіреді. Және ең кереметі лигнин деген фермент, оның жылдамдығы лигнин ферменті судан да жылдамдықпен теріге жаққанда кремдерімізді бетінде қалғы май болып тұрмайды біздің кремдеріміз. Үшінші қабатқа дейін кіріп, жаңағы терінің астындағы қан айналымын жақсартып, терінің астындағы өлі клеткаларды алып, клетканың жаңаруына көмектеседі екен. Одан кейін, енді мына жерде қараңыздар, біздің шампундарымыз бен сабындарымыз неге көпіреді? Басқа да компанияның көпіреді ғой. Бірақ біздің сабындарымыз бен шампундардың көпіруі, оның құрамындағы табиғи органикалық қосыл сапонинге байланысты. Баяғы біздің менің қатарластарым білуі мүмкін. Біз ауылда өстік, мысалы мен Шиелінің Қызылқайын деген ауылында мынандай болды. Бір өсімдік болатын тұғын. Өзінің кішкентай түйін бар, алма сияқты. Соны алатын қолымызға жағатын болса, ана көпіреді.
сол табиғи өсімдіктерді қосқан, көпіргіш сапонинді қосқандықтан біздің шампундарымыз бен нелерімізде ешқандай химиялық қоспа болмайды екен. Енді бізде өнім өте көп. Соның ішінде компания ең алғаш ашылғанда 4 түрлі гельді, яғни алоэдің сығындысын шығарды. Бұлардың көлемі 1 литр. Бұларды ортақ қасиетін іше бастағанда біздің ағзамызда қандай өзгерістер жүруі мүмкін? Біріншіден, ең бірінші біздің иммунитетімізді көтереді. Екінші, клетканың жаңару процесі тездей бастайды. Клетка жаңарады онсыз да, бірақ баяулаған клеткалар тездетеді. Одан кейін адам ағзасын түгелімен тазалайды. Ішектеріміз барлығын тазалайды. Енді одан кейін қан айналымыз қалыпқа келеді. Жалпы көп ауру неден болады? Қанның қоюланып кетуінен, холестериндер көбейіп кетуінен болады. Ендеше қан айналымын жақсартып, сосудтарды кеңейтіп, холестериндердің азаюына әсер етеді екен. Және адамдарда кез келген ауырып жатқан адамға төсек тартып беретін болсаңыздар, 4-5 күннен кейін хабарласып сұрайтын болсаңыздар, кез келген адам, мен кезінде қазір сол кітаптарға жолдасым айтады, сен ана баяғыдан бері практиканы неге жазбайсың? Мен кітап етіп шығарып берейінші дейді. Мен қолыма ручка алғым келмейді. Ал сонда мен байқағаным, басында неге біз тез өстік осы компанияны? Өмірімізде сетеде істеп көрген жоқпыз. Өйткені мен өзімнің берген адамыма жазып отыратын. Мысалы, бүгін адам келді, асқазанында жарасы бар ма? Не бердім жазып қоям. 5-6 күннен кейін звондап, қадағалап отырып, 4-5 айда соның результатын маған результат ретінде мен келесі адамға сенімді түрде айтатын болдым. Сонда звондасақ, кез келген ауру адам бүйтеді. Әрине орнынан тұрып кете алмайды. Бірақ айтады, бір түрлі күш-қуат пайда болып, ұйқым сергек болды деп айтады. Өйткені ішкі ағза тазаланып жатқанда адамдарда сондай сергектік пайда болады. Және ең кереметі, ішкеннен кейін бір сол адамды байқап бердіңіз, 10-15 күнде қарайтын болсаңыз, уже бетіндегі жақсы деген құбылыстарды байқайсыздар. Бұл ортақ қасиет. Өйткені адамдар көбіне сұрайды, мен қайсыдан бастағаным дұрыс деп ше. Сондықтан біз именно адам баста деп қатып қалып айтуға болмайды. Мысалы, ол адам сустав ауырып өлейді деп келіп тұрған адамға сен алдымен сарысоқты ішіп алып, очищение жасап ал. Одан кейін барып суставты кім бер десең, оның қалтасы көтермей қалуы мүмкін ғой. Сондықтан кез келген соқ қай ауруға байланысты, кез келген соқтан бас тартуыңызға болады. Әрине сіздің материалдық жағдайыңыз көтерсе, тазалаудан бастаған дұрыс. Мынау бірінші геліміз, бұл 100% почти таза алоэдің сығындысы. Бұны жаңа туған баладан бастап бәріміз іше береміз. Соның ішінде сахарный диабеттер, өкпесі қабынған туберкулездер, асқазан ішектегі жаралар, бауырдағы гастрит, язва деген сияқты. Одан кейін бауырдың жұмысын жақсартып, әсіресе мынау гепатиттің түрлерін инфекция жағдайында да береміз. Главный аурулар негізгілері сол. Одан кейін екінші 88% алоэдің шырынына алма мен клюкваны қосқандықтан, клюква жалпы медицина саласында ол белгілі, бүйректің жұмысын жақсартуда, бүйректегі тастар мен майда құмдарды түсіруде, цистит жағдайында өте жақсы көмектеседі, зәр шығару органдағы инфекцияларды жоюда жақсы көмекке келеді. Ер адамдардың простата безінің жұмысын жақсарту барысында тамаша көмегіміз бар. Және құрамында алма болғандықтан салмақ бақылау программасында бірінші рөл атқаратын дүниеміз. Өйткені өздеріңіз білесіздер, мынау салмақ бақылағысы келіп диетаға отыратын адамдар күніне 1 штук алма же деп айтып жататын еді ғой. Сол алма болғандықтан анықтау программасында осы өнімді қосасыздар. Үшіншісі, 88% алоэдің таза сығындысына персик қосылғандықтан шабдалы. Ол енді ішек жұмыстарын реттей бастайды. Дисбактериоз, запор, геморрой жағдайында мынау жақсы дүние. Одан бөлек бұны тағы кімге береміз дегенде, жүрек қан тамырлар жұмысын жақсартады, себебі құрамында калий өте көп. Бірақ калий көп екен, жүрегімнің жұмысын жақсартады екен деп, бұны кез келген адамға бермейсіз, сұрап аласыз. Оның қант деңгейі қандай екен? Қант деңгейі жоғары адамдарға бұл сокты беруге болмайды. Төртінші менің сүйікті согым, бұл жаңа Forever Free деп. Яғни бұның құрамы өте бай. Бұның құрамында 88% алоэдің таза шырынына хондроитин сульфат, акуланың хряшынан алынған, глюкозамин сульфат шаян тәріздерінің сыртқы панцирный қабатынан алынып отыр. Және органикалық сера, органикалық күкірт. Мына біздің сүйегіміздің 40% органикалық күкірттен тұру керек. Сол күкірт азайған кезде де біздің сүйектеріміз әртүрлі ауруларға ұшырай бастайды. Және тұздың жиналуы остеохондроз жағдайда тұзды ерту барысында жақсы жатқан, және қабынуды басатын С витамині қосылған екен. Бұны біз бүкіл тірек қимыл аппараттарының жұмысын жақсартуда, яғни ол артрит, ревматоидный артрит, остеохондроз, остеопороз, протрузия, грыжа сияқты сүйек буын жұмыстарын жақсартуда береді екенбіз. Бесінші сусынымыз біздегі мына өте керемет дүниеміз Поместин Power дейді. Бұның құрамында мүлдем алоэ қосылмаған. Бұның құрамында 7 түрлі темірге өте бай жемістердің таза сығындысы. Оның ішінде жемістердің мынау мангустин мен граната сияқты өте күшті антиоксидант өсімдік шырыны бар. Яғни антиоксидант деген не? Ол рак клеткаларымен күресуші болып табылады. Барлығымыздың ағзамызда бос радикалдар жүреді, яғни рак клеткалары жүреді. Бірақ ол өзінің қолайлы сәтін күтеді. Сондықтан да солар үнемі шығарып отыратын өте күшті антиоксидант
Бұны еще біз айта аламыз энергия көзі деп айтамыз. Себебі өте шаршап жүрген, аппетиті жоқ балаларға да берсек те күш қуат пайда болады. Мына қанның құрамын дұрыстайды, қандағы адамдарда анемия, яғни гемоглобиннің төмендеп кетуінде өте жақсы гемоглобинді көтереді. Онкологиялық аурулар деді, және химиотерапия алғанда да осыны беруге болады екен. Келесі біздің алоеміздің тіршілігінде бір-ақ рет гүлдейді екен. Өзінің тіршілігін жоятын кезде бойында бар емдік қасиетін өзінің гүліне береді да тіршілігін жояды. Сол алойдың гүлі мен оннан аса ең емдік шөптерді қосқан, мынаның ішінде 25 керемет пакетігіміз бар. Бұл не істейді? Ең алдымен жүйке жүйелерімізді тыныштандырады. Қазір бәрімізде айналадағы жағдайларға стресстеміз, ашуланшақпыз, жүйке жүйесін тыныштандырады, ұйқымыз дұрысталады. Ұйықтардың алдында ыстық күйінде ішіп алсаңыз, шын мәнінде ұйқыңыз тынышталады. Одан кейін жоғары қан қысымы бар адамдарға өте тамаша көмектеседі. Балаларға беретін болсақ, ішек құрттарын түсіруде көмекке келеді. Одан кейін бүйректегі бүйректі мына гельмен қосып комплекс түрінде беретін болсаңыз, бүйректегі құмдар мен тастарды түсіруге де жақсы болады. Және еш жеріңіз ауырмайтын болса да, суық тиіп тым ауыратып жатқанда, осыны ыстық күйінде қолыңызда үйде не бар, мед болса, үйде вареньелер болса, сонымен қосып ыстық күйінде ішсеңіз де терлетіп аурудың алдын алады екен. Бізде ара шаруашылығы бар деді, керемет. Енді мынау прополис 100% натуральный табиғи антибиотик. Қазір заманға байланысты қазір почти бәріміз дәрігер болып кеттік. Хорошо, что биыл 2017 жылдың январ айынан бастап үлкен медицина денсаулық сақтау министрі заң қабылдаған жақсы болды. Әйтпесе оған дейін кішкентай гриппаға кетсек, балаларымызға өзімізге жүгіріп барып аптекадан антибиотиктер сатып алып, ең төмен пенсилин, ампицилин, цефазолин деп біліп алдық та өзімізге салатын дәрежеге жеттік. Ешқандай врачтың рекомендациясын алмайтын болдық. Бірақ 2017 январынан бастап аптекаларда сатылады антибиотиктер, бірақ только дәрігердің қатаң рецептімен сатылатын болды. Мынау табиғи антибиотик кез келген қабыну, кез келген. Грипповать етіп атсың ба, уыстап шайна. Мысалы, үлкендер күніне 4 рет 3 таблеткадан шайнауға болады. Балалар 3 рет 3 таблеткадан шайнауға. Грипповать еткен жағдайда. Одан кейін тамақтың қабынуы, бронхиальный астма, өкпе қабынған туберкулез, асқазан мен язғы желудкаға обязательно мына бір айға 3 литр гельмен осыны берсеңіздер болады. Сол осы 3 литр гельмен бір ғана прополистен өте жақсы нәтиже көреді. Одан кейін мына құлақтың қабынуы атит, мұрынның қабынуы гайморит жағдайында, теріде болатын кез келген экзема, псорай сияқты қабынуларда да осы табиғи антибиотикті ұсынасыздар. Ал енді мына ең керемет дүниеге ерекше тоқталайық. Осы өніммен біз көп адамды мен өзім лично келтірдім. Себебі неге? Кез келген нәрсені мен бір жаман әдетім бар. Осы компанияда мен бір ғана өнімді қолданбақпын. Ол туралы айтпайын да, айта алмайын. Потому что мен басынан кешпеген нәрсені айта алмайын. 200-ден аса өнімнің ішінде біздегі антицеллюлитный набор деген бар, білесіздер. Менен шынымды айтайын, ұят болса да, сонымен қолданып көрмеппін. Сонда қанша біреудің істеп жатқанын көрем, білем, но бірақ өзімнің басынан кешірмегесін мен соны айтпайды екен. Бір жаман әдетім бар сондай. Ал мен мынаны ең бірінші сонымен маған ертеңнен бастап келесі аптада сіз сабақ бересіз дегенде, жолдасыма мен сондай адаммын. Экзам болса да баяғыда ішім ауырып ертең экзам десе қиналатын ем. Ал енді келесі аптада сен сабақ бересің, сен қатты қиналып, Нұрлыбек көмектес, ол кезде интернетті де білмеймін, компьютер ұстауды да білмеймін, түк те білмеймін. Жолдасым қайта жақсы болшы, жолдасым, мен айтамын, келесі аптада мен сабақ беретін болдым, кәдімгі дайындалып жүрмін ғой. Мен ана кітапта каталогты білесіздер, менен де мықты біреу сахнада отырса залда, ол кітапты жаттап алған болса бүйтіп айтуы мүмкін, ойбай анау кітапта тұр ғой, оны біз де білеміз ғой деп айтады. Сондықтан маған бір ерекше керек материал, тауып берші деп. Сонымен жолдасым уайымдамашы деп. Сөйтті да маған маточный молочко туралы ол кезде ешкім білмейтін 2007 жылы соны біз таптық десем, жоқ оны ашып қойған бар ғой, именно Forever'дің ішінде айтатын мен болдым. Сондықтан мен мынаны біліп алдым ба, жұрттың бәрін айта беремін. Біреулер өнімнің қазір кереметтігін айтайын, бірақ естеріңізде болсын, қастарыңызда достарыңыз, туыстарыңыз автобуста бір ашуланшақ, шаршап қалған, болмайтын нәрсеге ұрыстап адам көрсеңіздер, бірден маточный молочко беріңіздерші, 10 күнде адамның жібектей болғанын көресіздер. Сонымен Нұрлыбек тауып берді. Оказывается, өздеріңіз білесіздер, 60 жыл бұрын Жапония қаласында Хиросима, Нагасаки атом бомбасы тасталды. Атом бомбасынан кейін дүниеге кеміс ұрпақтар келе бастады. Өйткені радиацияның әсерінен гормондық ауытқушылық кеміс ұрпақ. Ал Жапон үкіметі қатты көңіл бөледі өзінің мемлекетінің мықты болуына. Сөйтіп олар ақшасын мол қылып төлеп, үлкен ғалымдарға, медиктерге тапсырма беріп, осы гормондық радиацияның күшін жоятын қандай нәрсе бар деген кезде ұзақ зерттей келіп аналық араның сүтін шығарады. Неге? Өздеріңіз білесіздер, жер бетінде баяғыда топан су қаптап жатыр деген, қазақтың сөзімен айтып жатырмын. Жер бетін бұның құрлығы емес, су қаптап жатқан. Сол кезде ең бірінші
солар жайлап тартылып құрлық пайда болғанда дүниежүзіне ызың етіп келген ең бірінші жәндік ол ара екен. Ал одан бері қаншама ғасырлар өтті, қаншама жан-жануарлар өзгеріске ұшырап, мутацияға ұшырап жер бетінен жойылып кетті. Бірақ ара күйін сақтап қалған. Неліктен деген кезде араның екі түрі бар: жұмыс шаралар мен аналық ара. Жұмыс шаралардың жұмысы ол гүлден гүлге қонып, тозаң жинап, мед жасау. Ал аналық ара ондай жұмыс істемейді. Сол жаңа жұмыс шаралар гүлден гүлге қонып, жинағаннан кейін мына жерлерінде секрет без арқылы сұйықтық бөліп, соны аналық араның сүтке айналдырады. Сол сүтті тек қана қоректенетін маточный молочко екен. Сонымен аналық ара екен. Сонымен қоректенген аналық ара не істейді енді? Жұмыс шаралар 2-3 аптада өліп қалады, жұмысын істейді. Ал жаңағымен қоректенген аналық ара 6 жыл өмір сүреді. 6 жылда күніне 3000 жұмыртқа салады. Бүгін 3000, ертең 3000, күнде 3000 жұмыртқа. Міне сондықтан ол мутациялық процестерге нетпей өзінің несін сақтап қалып отыр. Сол аналық араны бізде ішкен не болады? Адам ағзасына пайдалы 400 түрлі зат бар. Түгел витамин комплекс тұр. 22 амин қышқыл түгел бар. Мен оның бәрін айтпай қояйын, енді керемет не істейді? Міне радиацияның өзгерісіне қарсы күші болады. Гормондық ауытқушылықты қалыпқа келтіреді. Мына көтере алмай жүрген комплекс лечение бесплодияда жақсы көмектеседі. Одан кейін әйел адам мен ер адамның жыныс клеткаларын жаңартуда басты рөл атқарады. Мынау стресс, жаңағы ашуланшақ, стресс кезінде, одан қалды бала енді жүргенде сүттің қою құнарлы болуына. Өздеріңіз білесіздер, кішкентай балалар барлар, сүт шықпай жатыр десем, поликлиникадағы сіздің педиатрыңыз апилак деген береді ғой баяғыда. Ол да аналық араның сүті. Бірақ ол медициналық синтездеу жолымен жасалған, но табиғи аналық араның сүтті қойылады. Жүкті кезде әйелдердің гестоз, яғни отек болудан сақтайды. Мынау жүйке жүйесін тыныштандырады, онкологиялық аурулардың алдын алады және жүрек қан тамырлар жұмысын да жақсартады. Сосын балалардың әсіресе тест тапсыратын кезде, тест аман-есен өттік қой, жалпы 1-2 ай бұрын беретін болсаңыздар, бұл балалардың жаңағы жүйке жүйесін тыныштандырып, өзіне деген енді сенімділігін, әрине бұрын беріп қоймайсыз, қасына біздің балықтың майын қазір айтамын. Ол Римка плюс балықтың майын қосып береміз. Енді міне қазір кейіннен шықты, бұл где-то компанияға 39 жыл болатын болса, бұл кейінгі соңғы 7-8 жылда шықты. Өте керемет, бұның әлі аналогы шыққан жоқ дүние жүзінде. Бұл 6 түрлі тірі микроорганизмдердің қоспасы, бактериялардың. Яғни кез келген білесіздер, асқазанның сөлі деген өте қышқылдық орта. Одан кез келген нәрсе өтіп кету мүмкін емес. Ал мынаның сыртын компания күштілік тапқан, оның сыртқы қабығы асқазанның ащы қышқылдық ортасынан аман-есен өтіп, тоқ ішекке барып жарылады да, бүкіл ішектің жұмысын жақсартады. Яғни ішектердің, түктердің арасында қаншама жыл қатқан май қабаттарын ерітіп, олар тазалап, яғни зат алмасу жақсарады. Зат алмасу жақсармай тұрып, біз егер ішетін болса, бұл көмектеседі, бірақ соның белгілі бір долясы ғана еді. Ал бірінші біздің сары гельмен осымен очищение жасалып барып, әрі қарай өнім ішетін болсаңыздар, зат алмасу күшейіп, ішіп жатқан дүниеміздің нақты өзінің жаңағы қызметтерін атқаратыны белгілі. Енді чеснок демен туралы тоқталайық. Кәдімгі чеснок, аспаннан алынған жоқ. Бірақ чеснокты бәріміз қасиетін білеміз. Дұрыс емес бірден айтатын ба? Қазақтың әдеби тілмен сөйлеген. Қазақ әдемі. Осыдан нашар қазақ. Майын ағызын Чесноктың қасиеті күшті екенін білеміз. Міне қыс күнді болма, әсіресе кішкентай балалар бүйтіп, содан ерінбей моншақ жасаймыз, бесікке сеуіп қоямыз, өзімізде жейміз, бірақ соны күнделікті пайдаланбаймыз. Неге? Өйткені иіс шығады дейміз. Ол иіс шыққан ештеңе емес екен. Егер сіз ауруыңыз күшті болып, чеснокты көп жейтін болсаңыз, чесноктың тағы бір нашар қасиеті, міне қасыңызға келгенде ғана бірақ сезілуі мүмкін ғой иісі. Бірақ чеснокты көп жеген жағдайда, анау есіктен кіріп келген адам көп жейтін болса, оның иісі бірден сезіледі. Неге? Сөйлемей ақ қойсын, теріге сіңіп алады екен. Чесноктағы ұшатын ұшқыш май. Сондықтан біз оны жемеуге тырысамыз. Ал біздің компаниямыз соның бәрін зерттей келіп, чесноктың өзіне емес, сығып майын алған. Чесноктың майында иіс болмайды. Және плюс өте күшті антиоксидант тимиянды қосқан. Екі күшті антиоксидант қосылғаннан кейін ол не істейді? Енді ол барады біздегі тамақтың бірге жейсіздер, тамақ жатқанда таңертеңгі тамақ, түскі тамақ, кешкі тамақпен ішіңіздер. Біріншісінде бір таблет, кейінен екеуге көбейтіңіздер, 6 таблеткі болады. Сол кезде ол бірінші ішкен кезде тамақтағы жаңағы тамақпен түскен майларды не қабаттарына тұрғызбай, ішектің қабаттарына, оны бірден жағып жіберіп, күш қуат беретін қасиеті бар. Мына әсіресе бронхиальный астма, өкпе қабыну жағдайында өте күшті көмектеседі. Балалар ішек құрттар бар, балаларға біздің шаймен бірге берсеңіздер тамаша көмектеседі. Енді барлық, в общем,
біздің чеснок тимяның қасиеті антибактериалды, антимикробты өте керемет қасиет көрсететін дүниеміз екен. Енді бізде С витамин туралы айтуымыз керек. Өйткені өте көп жағдайлар енді осы 10 жылда көріп жатырмыз ғой. С витаминін өзін алыңыздар бірінші. Абсорбент емес, С витамині. С витаминінің қасиетін бәріміз білеміз. Күшті екенін де білеміз. Ол нелерде болады? Цитрустарда. Әсіресе көк лаймада С витамині өте көп мөлшерде болады. Бірақ С витаминінің жетіспеген жағдайда не болады деген кезде, мына қызыл вроде бы асқазанымыздың жұмысы жақсы, бірақ аузымыздан жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Бұл қызыл-еттің парадонтоздың, қызыл-еттің қабынуы. Одан кейін балалар өзінің жасынан, жасөспірім балалар өзінің қатарынан бойы кішкентай болуы әбден мүмкін. Және біз әлсіз, иммунитетіміз төмен, және ракпен бірінші ауыратындарда С витамин алмағаннан болады. Сондықтан да біздің компания, бірақ С витаминінің осындай күшті қасиетімен бірге, мейлі ол любой С витамин, аптекадан да ала беріңіз, үйіп төгіп үйіңізге әкеліп қойып цитрустар жей беріңіз. Бірақ оның бір әлсіз қасиеті С витамин тез ергіш екен. Мысалы, мінекей ыстық терлеп жатырмыз, термен бірге С витамин кетіп жатыр, тез ериді. Кішіретке жиі шықтыңыз, С витамин ағып кетеді. Әсіресе баняға барғаннан кейін обязательно С витаминді 4-5 жеңіздер. Өйткені С витамин баняда термен кетіп қалады. Соны ойластырған біздің компаниямыз міне 500 мг сұлының кебегін С витаминіне 60 мг сұлының С витаминіне араластырған. Енді 500 мг С витамині бар не істейді? Біздің ішімізге барып 12-14 сағаттың арада бөртіп тұрады. Сөйтіп С витамині өз қызметін атқарып алады. Бір, екіншіден, сұлының кебегінің беті, жаңағы білесіздер, тесіктер үлкен-үлкен, яғни грубый помол дейді. Сол іштегі бүкіл токсиншылақтарды, никотиннің уын, барлығын, яғни рак клеткаларын өзіне тартып алады екен. Сондықтан болашақта ракпен ауырғың келмесе деген мықты профессордың сөзі бар. Сіз күніне 1 штук профилактика ретінде С витамин жеп отырыңыз дейді. Тағы бір тамаша өніміміз бар. Енді Нобель премиясы туралы естідіңіздер ғой, иә? Сол Нобель премиясы алған единственный өніміміз RG+. RG+ алып тұрған жоқ бұл жерде Нобель премиясын. Бұл жерде Нобель премиясын L-аргинин деген ешқандай баламасы жоқ, аналогы жоқ амин қышқылы алып тұр. Жалпы мына қан айналым дұрыс емес болғанда аурудың бәрі шығады. Қан қалай айналады? Қан ағзада қалай айналады деген кезде біз гипоксия деп атады балаларға. Нехватка оттегі жетіспеушілік деп атады, иә? Сонда оттегі бармаса, қан жүрмейді екен, қан қойыланады екен. Ал оттегін жүргізуші, қаза оттегі біздің ағзамызға тағы да бармайды. Оттегі азот оксидіне айналу керек. Ендеше L-аргининнің ешқандай баламасы жоқ амин Нобель сыйлығын алып отырған себебі, ол ағзаға келіп түсетін оттегін азот оксидіне айналдырып, бүкіл ағзадағы қан тамырларын қанмен қамтамасыз еткен. Қанның циркуляциясын жақсартады. Сондықтан қан қай жерде бар? Барлық жерде бар. Бүкіл басымыздан бастап аяқтың ұшына дейінгі бүкіл қан тамырларында қанын жақсартып, холестериндерді төмендетіп, тамырдың түйір тромбтарды болдыртпайды, жүрек қан тамыры жұмысын жақсартады, инфаркт, инсульт болмайды, әсіресе бастағы әртүрлі тромбтардың болмауына әсер етеді. Енді осы жерде айтайын, менің осы өзімнің Forever'де бір лидер мини инсульт алған. Инсульт алған жағдайда не болады екен? Бастап все-таки орны қалып қояды екен кішкене. Содан осыны ол 5 ай тоқтатпай мынаны ішті, ЕНК+, маточное молочко, чеснок тимян, балықты майын үзбей беріп отырдым. Сол кезде барған кезде кейіннен ондағы даже ізін таппаған. Потому что мынау қан тамырларының жұмысын жақсартатын болады. Және бұл ер адамдардағы қазір жастар әсіресе мына бала көтерушілік қабілеттері тек қана әйелдерде емес, жас қыздарда емес, балалар, ер адам неге? Ол заманға байланысты ғой. Қазір баяғыда біз қазір 50-ге кеп, кеше 45-імізге кеп машина мініп атсақ, қазір жастармен 18-ге толса машина беріп жатырмыз. Жастайынан машинаға отырып алады. Ол қыста ол суық болады, қозғалыс жоқ. Жалпы біз қозғалып жүргенде қан тамыр, қозғалыс жоқ. Келеді де компьютердің алдына отырып алады. Жалпы қозғалыс аз, бұндан қан қоюланған. Сөйтеді де жаңағы сперматозоидтар нашарлайды. Бала көтермеушілік қабілеті артады. Сонда мынаны беріңіздер, балаларыңыз үйленеді ау деп жоспарлаған кезде осыны беріңіздер. Себебі бұл қан айналымы, күретіндер жоқ, қан айналымы жақсартып, немере сүю керек қой. Қан айналымы жақсартып, мынау сперматозоидтардың жылдамдығын арттырып, жұмыртқа клеткасына тез жетуіне, ешқандай кедергі келтірмеуіне жақсы әсер ететін дүниеміз. Әсіресе қазір 40-тан асқан ер адамдарда көбейіп кетті. Ол простата ештеңе емес, аденома простата деген онкологиялық аурулар көбейіп кетті. Вот соған да жақсы көмектеседі екен. Тағы бір жүрекке арналған керемет өнім. Бірдеңесін басып қалдым. Жөн де ғой, Наргиз. Сіздің